Армысындар ма, бармысындар ма, қадірменді де сүйікті көрермендер. Егерде сіздер мені экран алдында көріп тұрсаңыздар, демек алдарыңызда әңгіме бағдарламасы. Қош келдіңіздер! Иә, әдеттегідей достар, мен сіздерді өзімнің әріптестеріммен таныстыра кетейін. Бұл жігітте өмірінде тек қана бір сүйікті жануар бар, ол зебра, біздің клавишник Ғалымжан. Әзілің жараса, гитарада ойна демекші, киімі жараспаса да, бірақ электр гитарасы өзіне қатты жарасады. Қарсы алыңыздар, Нурба! Және де таспен ұрғанды бұл жігіт баспен ұрады, оның аты бас-гитарист Есенәлі. Және де өмірінде оның тек қана екі таяқшасы бар, одан басқа қолына зат ұстамайтын барабанщик Нұржан. Әй, бәрекелді. Және де осы ұжымның ең сұлусы, ең көріктісі, ең әдемісі және де ең стройны жігіті, ол әрине мен, кешіргішісі Тимур Умаров. Бәрекелді достар, ал ендеше біздің бағдарламамыздың қағидасы бойынша дәл қазір біз жоба қонағымызды осы ортаға шақыратын боламыз. Ал бүгін біздің қадірлі қонағымыз, құрметті көрермендер, еліміздің танымал әншісі, көптеген халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты, Қазақ концерттің беделді солисті, қарсы алыңыздар, Райым Уайс! Ассалаумағалейкум! Раке, қош келдіңіз. Қалыңыз қалай, жақсы ма бәрі? Енді көңіл күйіңізге қарасам, бәрі ойдағыдай, иә? Иә, ойдағыдай. Жалпы әдем болып қай жақтан келе жатсыз біздің студияға? Әдем болып қазір үй жақтан келе жатырмын. Демек, үйден әдем болып шығамыз ғой негізі. Әрқашанда. Сосын әдемі емес болып қайтамыз. Ол қай жақтан қайтасыздар әдем емес болып? Біз деген түзде жүргеннен кейін жаңағы жүресің ғой, шашайсың. Той-томалағың бар, терлеп қайтасың деген сияқты. Дұрыс. Жалпы енді бүгінгі осы студиямызға немен келдіңіз, қандай әнмен келдіңіз, соны айта кетсеңіз. Енді студияға көлікпен келдім. Таңғы елес деген ән. Жалпы осы 2023 жылдың басында, қателеспесем, осы аталмыш бір проект болды, кавер шоу деген. Сол шоуға, сол проектке айтып шықтық. Айгүл әпкеміздің репертуарынан өзінен рұқсатын алып, батасымен бірге автордан да рұқсатын алып, сол әнді жарыққа шығарған болатынбыз. Сол ән жақсы қазір енді айналымда жүр. Сол әнді алып келдік, соны айтатын шығармыз. Халықтың құлағында, демек, иә. Жалпы мен байқағаным, сіз көптеген осы эстрада жұлдыздарымен дуэтті жазған болатыңыз, иә? Қателеспесем. Оның себебі неде? Енді бірінші кезекте ол естелік деп мен өзім сөйтіп түйгенмін. Жалпы көңілің жарасқан, өнерің ұштасқан бағыттас өнерпазбен жалпы бір ән қалу керек деген сияқты мен өзімнің бір нелерім бар да, принциптарым. Сол сияқты енді ол өнердегі ұстазым Мейрамбек ағаммен, сосын Кенжебекпен, Бағдат Самидинова апайымызбен, Мөлдір Әуелбековамен, Ғаділбекпен, Ербол Сасанов деген досымыз, үш дос туралы ән жазғанбыз. Айта берсек көп енді. Әлия Абикеновамен жазған кездерім болды. Жалпы бұлай қарасам, біраз әншімен жазып сапсыз ғой, кәдімгідей. Енді қадірменді көрермендер, сіздердің естеріңізге сала кетсек, біз арнайы өзіміздің оқырмандарымызға тосын сый айдарын ұсынамыз. Әдеттегідей сіздер YouTube платформасына кіріп, осы бейнебаянның астында қызықты комментарий, қызықты бір сұрақтар қоятын болсаңыздар, біздің қадірлі қонағымыз Райым алып келген осы
қызыл жәшіктің ішіндегі тосын сыйды сіздердің араларыңызда ойнататын боламыз. Өздеріңіз білесіздер, жалпы әлемге әйгілі YouTube платформасында неғұрлым комментарий көп болса, сол ғұрлым бейне баянның көрсетілімінде өте көп болады. Сол себепті Райым мырза, сізге көп рахмет, керемет тосын сый үшін. Жалпы енді қадірменді көрермендер, комментарий, лайктарыңызды аямаңыздар, жазыңыздар, бәлкім осы сыйлық сіздерге кететін болады. Ал бұл сыйлықты кім жеңіп алғанын біз келесі бағдарламада айтатын боламыз. Студияда бүгін бізбен бірге Райым Вайс. Қадірменді көрермендер, эфирде әңгіме бағдарламасы және де дәл қазір эксклюзивті жаңалықтар айдары. Райым мырза, дәл қазір сіз біздің көрермендерімізге ешқай жерде айтылмаған, ешкім естімеген, тек қана әңгіме бағдарламасында бүгін айтылатын бір су жаңа жаңалықпен бөлісуіңіз керек. Айта кетейін, егерде жаңалық болмайтын болса, сіз айыппұл төлейтін боласыз. Бұл айыппұлдың сомасы қазіргі таңда қателеспесем бір 560 000 теңге құрайды. Және де сол ақшаны біз ертең көрермендердің арасында ойнататын боламыз. Мен ойымша таңдау керек, жаңалық па әлде айыппұл ма? Айыппұл десең, жаңалықты айтамыз ба? Жаңалықты қазір көреміз енді барынша. 4-5 жаңалық тұр, соны біреуін ғана айтамын ғой. Интрига болсын, е? 2 жаңалық айтсам, маған 570 000 түсе ме? Оны неге бүйтіп айттыңыз? Енді керісінше болмай ма деген. Болмайды ондай ол. Жарайды. Жақсы, олай болса, жаңалық Райым мырза, біз сізді мұқият тыңдаймыз. Енді біздің тіршіліктің бәрі осы әннің айналасында ғой енді. Не жаңалық айтады екен деп ойлап отқан шығар адамдар. Бірақ енді әннің айналасында болғандықтан жаңа ән репертуарға. Жалпы бір 7-8 ән Құдай қаласа қосылайын деп тұр. Одан енді солардан алғашқы болып шығатын Белые розы деген ән мен үшін де бір қызық ән. Қызық ән болғанда жалпы сөзі Белые розы ғой, сол әні Белые розы деген кезінде Шатуновтың әні болды. Сол әннің аясында шыққан, жалпы тәтті естеліктерді жаңағы еске ала отырып, ақынның қаламымен шыққан дүние Самал Ермахановтың әні, сөзі Дулат Құйқас деген жігіттікі. Керемет. Белые розы деген ән. Бұл ән негізі енді 3 жыл бұрын шығу керек болатын, негізі 2,5 жыл шамамен. Инстаграмды қарап отырсам, сол әнді жаздық, содан кейін Инстаграмды қарап отырсам, Белые розы тербеткен биялаңын деп жақын шығып кетті да сол ән. Сөйтіп қарадым да, ой, бұл мынандай бір ән шығып кетті ғой дедім де өткізіп жіберген. Сөйтсем, бір аптадан кейін ол ән уже айналамға түсіп, кәдімгідей бір не болып кетті да, хитқа айналып кетті. Сұранысқа ие болып, хит болып кетті да. Содан кейін сол әнге ұқсақ, артынша сол ән сондай әнде шығып кетті ғой деген сияқты бір не болмасын деп өзім тежеп қойдым. Жалпы тежеп қойған сондай дүниелер өте көп менде негізін. Бірақ енді қазір енді 3 жылдың шамасы болды, енді өтті ғой, әжептәуір уақыт өтті. Содан кейін қазір енді айып емес шығар. Өзім үшін де бір не болды. Өзімнің ішкі жаңа немді де жеңдім, комплекс деп айтамыз ба. Содан кейін енді осы сол әнді бұйырса шығарамыз. Бәрекелді. Ал біз болсақ, әрине Райым Вайсқа тек қана сәттілік және де ақ жол тілейміз. Аумин. Алла жазса, абыроймен шықсын. Әндер. Енді мына жерде сценаристер жазып қойыпты былайша. Райым өзінің әлеуметтік желіде қандай жаңалықтармен және де ерекшеліктерімен қазір бізді таңғалдыра алады дейді. Негізі былай қарасам сұрақтар шынымен өте көп. Қазір былай істесек қалай болады екен? Мен мынаны пока сізге бере тұрайын. Сіз мына камераға қарап оқи беріңіз да. И жауаптарын бере беріңіз, мен шай ішіп қайтайын бір, жай ма? Болды. Ведущий, ал Райым, өзіңнің әлеуметтік желіде қандай жаңалықтарың мен ерекшеліктерің бар? Былай істейікші, сен сұрақтарды өзің оқып, өзің жауап бер, мен кішкене шай ішіп тынығып алайын. Ведущий дает сценарий Райму и сам уходит. Идет съемка, как будто он сам у себя берет интервью. Райым, мен білуімше әлеуметтік желіде сен тек Инстаграм мен TikTokта емес, сонымен қатар ВК-да өте белсендісің. Ол жерде сенің фанаттарың ресми парақшасы бар. Сол туралы 1-2 сөз айтып берсең. Мен енді ВК деген парақшада жоқпын. Жалпы әлеуметтік желіде Инстаграм мен TikTok желісінде бармын. TikTokта енді қатты белсендімін деп айта алмаймын. Инстаграмда сол
Инстаграмда белсендімін. Белсенді болғанда енді бір 70-60%-ға белсендімін. Келесі сұрағыңыз. Рахмет. Райым, қандай блогерлерді көргенде ұнатасың дейді. Енді блогерлерді көргенде ұнатпаймын негізінде. Мен жалпы бір рухани, сосын жаңағы енді музыкаға қатысты әншілерді жалпы соларға жаңағы қосылып қойғанмын. Соларды қараймын, сосын өнердегі өзімнің достарымды қараймын, әншілерді. Сол, ал блогерлерді енді қарамайды екенмін. Райым, хейтерлермен қалай күресесің? Хейтерлермен күресіп, оларды жеңе алмайсың. Күресем десең, өзің жеңілесің. Өмір деп қойсаң. Жоқ, солай, жалпы, ит мені қапты екен деп, мен оны тепсем, адамдығымнан не қайыр дейді. Сондықтан ит үрет, керуен көшет. Хейтерлердің қазір мына заманда жалпы неге де жақсы ғой. Қалай айтады, адамның танымал болуына да жақсы. Бірақ мен ондай ұстанымда емеспін, сондықтан хейтерлермен қатты күреспеймін, алыспаймын да. Райым, приходит ведущий в студию. Ведущий, болдың ба? Олай болса, әрмен қалай жалғастырамыз? Сен айтасың ғой, Бисмилля. Әрине, сонда да Райымға көп-көп рахмет. Сұрақтар қойылды, жауаптар берілді. Және де біз жалғастырамыз, достар. Қадірменді көрермендер, дәл қазір бізде эфирде лайфхак айдары. Ендеше Райым мырза, өміріңізде қолданатын бір лайфхактарыңыз бар ма? Жалпы бір істі тез жасау жолдары, бір тез амалдайтын бір болады ғой, тәсілдер өздерің. Сондай бір лайфхак қай мағынада? Мәселен, кез келген жерден лайфхак табуға болады ғой. Мәселен, мысалы сіз ең көп қолданатын үйге баратын жолда көлікпен келе жатсың, елдің баратын жолымен емес, бөлек бір жол тауып аласың да, соның өзі лайфхак. Мысалы, қуыстармен жүріп барып, үйге енді сіз өзіңіз Алматыдан дұрыс қой. Алматыда сондай бір жолды айтып берсеңіз бізге. Мысалы, сіздер мына жолмен жүретін болсаңыздар, мына жолға кіріп көріңіздерші, мына жолға шығасыз деген сияқты сөйтіп бір айтсаңыз, лайфхак деп санаймыз соны. Енді мен жаңа көшенің атын ұмытып отырмын, жоғарғы не деп айтады ғой? Айналма жол, Восточка деп айтамыз ғой. Мен енді Думан ықшамауданында тұрамын. Думанға қарай кетіп бара жатқан кезде, Думаннан неге бұрылатын Талғар Халиуллина деген көше бар, енді Талғарға алып кететін жол. Сол көшеге бұрылатын кезде астынан мына жақтан мосттан адамдар машиналар шығады, мына жақтан қосалқы көшеден шығатын нелер бар, көліктер бар. Сол жерде біраз кептеліс болып қалады. Сол кептеліске жетпей, мәселен, бір 2-3 көше, қателеспесем 2 көше ма, бұрылып кетіп, яғни сол Восточкамен келе жатасың да, ана көшеге жетпей бұрылып кетесің да, қуыстармен бүйтіп барып, үй жақтың түбіне шығатын бір жол бар. Оның өзі мен үшін лайфхак. Алматыда тұратын, жалпы Думан ықшам ауданда тұратын адамдарға бұл үлкен лайфхак негізі. Керемет, құрметті көрермендер. Әсіресе алматылықтар Райымның айтқан жолымен жүріп көрсеңіздер болады деген ойдамын. Кем дегенде неше минут сонда жолды үнемдейміз? Енді жоқ дегенде бір 20 минут шығар. 20 минут уақытыңыз үнемделетін болады. Сол себепті сол жолмен жүріп көретін деген ойдамын. Әрқайсыларыңыз баршаңызға сәттілік тілеймін. Сол лайфхакты қолданған кезде. Не деймін басқа? Ал Райым мырза, дәл қазір бір ұсынысым бар сізге. Бір кішігірім ойын ойнайтын болсақ. Сөйтекші ойнайық. Бұл ойынның шарты былай. Сіз репертуарындағы бір әнді аласыз. Өз репертуарыңыздағы бір әнді аласыз. Біздің маэстро, яғни Ғалымжан, бір әннің әуенін ойнайды. Қателеспесем, кез келген бір әннің әуенін ойнайтын болады. Сіз сол әуенге өз әніңіздің сөздерін қосатын боласыз. Демек, сондай бір кавер жасайтын боламыз, бір синтез деп айтады ғой. Сөзі бір бөлек, әуені бір бөлек. Мысалы, қандай әнге қандай әнді қосамыз? Енді менде
репертуарымда 70-ке жуық ән бар. Қайсысы бірін дейді. Соңғы әнді деп есептейік та, таңғы елес. Таңғы елесті ма? Айналымда жүр ғой. Сол әнмен көрейік. Жақсы. Таңғы елесті біз қай әнге синтез қыламыз? Оны енді Гала өз шешетін шығар, қазір импровизация жасап көрмейміз. Олеке? Әрине бұл танымал ән болу керек деп ойлаймын. Микрофон керек па? Керексіз. Микрофон керек емес, бұлай естіледі. Сосо Павлиашвили ма? Небо на ладони? Керемет ән. Қыз екен, ә? Таңғы елес, таңғы елес, бұл өмірде ештеңе де мәңгі емес. Таңғы елес, таңғы елес, бұл өмірде ештеңе де мәңгі емес. Ай, бәрекелді! Мен негізі Райым мырза мойындау керек, сіз даусыңызды бірінші рет осылай жақын естіп тұрмын жалпы. Таңғалып отырмын. Тембріңіз не деген әдемі? Ой, рахмет. Мынау енді жалпы біздің көрермендерімізге де өте қатты ұнады деген ойдамын. Осындай керемет синтез болды, ал біз болсақ жалғастырамыз, достар. Ал қадірменді көрермендер, енді біз дәл қазір осы уақытта Райымға кереметтей бір кішігірім логикалық ойын ойнатсақ. Раке, қарсы емессіз ба? Жоқ, қарсымыз. Енді мен сізге қазір бір осы жалпы әлемдегі болсын, осы Қазақстандағы болсын, жалпы кинофильмдегі бір актерлар болсын, мультфильмдегі бір персонаждар болсын, соларды атайтын болам. Яғни бір жұпты айтатын боламыз сізге, бір жұп. Ер кісіні айтсам, сіз әйел кісіні айту керексіз. Егер де мен әйел кісіні айтсам, сіз ер кісіні айту керексіз. Мысалы, енді премьер ретінде ойнап көрейік, отандықтан бастайық, Тоқтар Серік. Бейбіт Сейдуалиева. Жақсы. Қарақат. Қадырәлі Болманов. Жақсы. Анджелина Джоли. Брэд Питт па? Том Круз ба? Ой, Брэд Питт. Мә, өз жатасы отырм. Жақсы. Келесі Криштиану Роналдо. Криштиану Роналдоның қайсысы келжегін айтайын десең, соңғысы. Екеуін болады айтуға. Итальянка ғой қазіргісі. Итальянка. Аргентинка ма? Оның есім кім? Мә, атын білмейді. Жоржиньо ма? Дұрыс. Жақсы. Айзата. Дұрыс айттым ба? Айзата. Ақшақар ғой? Айзата. Ақшақар. Айзата. Аяз әже бола ма не болады? Аязата Ақшақар ол атасы мен немересі ғой, Ақшақар деген. Аяз әже болма сонда? Аяз әже? Жақсы, керемет. Шрек. Фиона. Прям Фиона деп шықты кәнде. Жақсы мультфильм көп көресіз ғой дейм, я? Жоқ, именно көрмеймін қосын. Шректі көрмеген ғой, просто көп естейтін ғой. Сосын анау бір орыс касқаларында болады қандай ертегілерде Баба Яга деген. Соның жобы? Баба Яганың жобы бар ма разве? Иә, бар. Арақ біреу болады. Кощей бессмертный ма? Бәрекелді. Келесі жоп Алла Пугачева. Филипп немесе Максим Балкин. Жақсы. Фатима? Фатима Зухра десең. Фатима Зухра ол... Актрисалар. Кинодағы. Апасыңыл ғой олар енді актрисалар ғой. Бірақ ол Фатиманың жұбы кинофильмде Абдулла. Есіңізде болсын. Жақсы, осындай бір кереметте логикаға ойын болды. Сіздермен бірге осы кереметте ойынға қатысқан мен және де Райым Ойс. Көп рахмет.
Жалпы енді таңғы елес әніне келетін болсақ, бұл ән кавер-шоуда шырқалды. Неліктен осы әнге бел бұрдыңыз және де бұл ән жайлы кішігірім бір ақпаратпен бөлісіп кетсеңіз? Бұл ән енді ойламаған жерден деп айтсам дұрыс шығар. Өйткені анау әшейінде ауыз жаппас, той дегенде өлең таппас деген сөз бар ғой қазақта. Сондайдың кері болды. Неге десеңіз, съемкаға негізі бір апта, бір жарым апта бұрын хабар келді, қатысасың деген. Содан кейін енді іле-шала бүйтіп жүрдім, енді ана әнді айтсам екен, мына әнді айтсам екен. Тақалған кезде мына әнді айтамын деп айтсам, ол ән бос емес дейді. Сосын мына ән деймін, ол бос емес дейді. Сосын мына ән деп өздері жіберетін әндерді көрсеңізші, ол әндер маған ұнамайды. Сонымен тақалып қалған кезде бір 2 күн қалған кезде осы таңғы елеске Самал Ермаханов деген бауырым, рахмет соған үлкен. Жалпы осы аранжировкасын жазған жігіт қой, жалпы мен әндерімді осы соңғы кезде сол жігіт жазып жатыр. Самал айтады, осы таңғы елесті көреміз ба, может деп. Сонымен көреміз да, примерно жазып көрдік, айтып көрдік. Сосын бір басқаша бір айтшы осы ән, сен и так даусың таза ғой дейді да, басқаша бір басқа райын бір айтып көрші. Кавер ғой, өз еркің қазаншының құлағы, жаңа дейді, қазаншының өз еркі құлағыңға дейін шығарса деген сөз сияқты. Сонымен жақсы деп келістік та, басқаша бір өзімді бүйтіп әнге таси салдым, былайша айтқанда ше. Сөйтіп әдемі шығып кетті да. Мына әнге осындай нәрсе керек деді. Самал да ана жерден шабыттанып, аранжировкасына кірісіп кетіп кәдімгідей. Сөйтіп бір 3-4 сағаттың ішінде әнді патыр-пұтыр дейміз ғой, тез жазып, сөйтіп бітіріп тастадық былайша. Шабыт келді деген осы ғой, иә? Бір сәтте. Иә, екінші әнде сәл енді шатасып қалдық енді. Неудачно болып қалды енді былайша айтқанда. Ол енді өзің болдың арманым деген ән. Жалпы ол да енді өзінің тыңдармандарын тауып жатыр негізі, баяғы ән ғой. Дегенмен де енді менің көңіліме кішкене шығыңқырамай қалды. Бірақ ол әнді осы уже шығарып бастадық әлеуметтік желіге де, ол да біраз тұрып қалған етін. Таңғы елес шығардық та, ол ән қалып қалған еді. Қазір соңғы күндері осы сол әнді де жарыққа шығарып, ол әнмен де жұмыс жасап жатырмыз. Керемет, бірақ енді не дегенмен жалпы осы әнді айтқан кезде іште бір қандай эмоциялар болады? Білмеймін, бір ойға, миға бірдеме кіріп шыға ма, әлде болады ғой енді, әрбір адам бір ән айтқан кезде бірдеме елестетеді өзіне, көзіне, көз алдына деген сияқты. Сізде осы таң елес ән айтқан кезде бір, былайша айтқанда, воображение дейміз ғой, сондай бірдемелер болады ма көз алдыңызда? Енді біз енді ескі мектепті көрген адамдарымыз ғой, оның үстіне мен ұстаз көрген адаммын. Енді Мейрамбек ағамыздың өзі әнді қалай айту керегін талай үйретті ғой енді. Жалпы ән айтсаң жаныңды жеп айтасың деп бекер айтпайды да. Асында жаныңды жегідей жеп, ән мұңлы болатын болса, сен соның ішіне кіріп, өзіңді беруің керек та. Сол сияқты, енді бірақ мына таңғы елес әнінде мен мүлдем басқа, қазіргі тренд, жалпы қазіргі мынау өнердегі айналымдар мүлдем басқаша негізі. Бұл жерде сен кішкене техникаға мән бересің, өз еркіндікке көп мән бересің деген сияқты ше. Сөйтіп енді таңғы елес әнінде именно кішкене еркіндікпен де көбірек болды. Сосын тембрді ауыстырдық, сәл манераны деп айтамыз, манераны басқаша қылып айттық. Жалпы солай жақсы өтіп кетті. Енді мен ойыма бүйтіп түйдім да, әндерді яғни осылай да айтуға болады екен ғой деген сияқты. Мен өзімше бір есік аштым да қазір өнерде. Сондықтан сондай. Жалпы енді осы ән жайлы айтатын болсақ, репертуардағы әндердің ішінен реттік номермен айтатын болсақ, мысалы сандармен, нешінші орын алады бұл ән? Қазір бірінші орын алады десем, алдында айтып кеткен әндерімнен ыңғайсыз болып қалады сияқты. Себебі әр әннің өзінің несі бар. Мен үшін негізі бірінші орында тұрған ән «Анаңа қоңырау шалдым» деген ән. Керемет. Себебі ол әннің өзіндік бір тарихы бар, сосын подсыл деп айтамыз ғой, берер несі бар, әңгімесі бар. Сосын бір ол ән шыққан кезде, бір қызық болсын енді әңгіме айтып берейін деп жатқан ғой. Бір жігіт жаңағы анасымен келіншегі, сенімен өмір сүреді, анасымен бірге келіншегі үшеу. Сөйтіп келіншегімен анасы сөзге келіп қалып, келіспеушілік пайда болады. Сол кезде жігіт анасының көңілін қалдырып, келіншегінің сөзін сөйлеп, ана жерде анасын тастап, өздері бөлек кетіп қалады.
Жезқазған қаласынан қателеспесем, Астана қаласына көшіп кетеді. Содан арада біраз уақыт өтеді, мен мына әнді жазам, ананы қоңырау шалды ма деген. Сосын шамамен 2 жылдай өтіп кеткен арада. Сөйтіп ана жігіт, автор ана жігітті жақсырақ таниды екен да, историясын біледі. Сосын ән біткеннен кейін мен авторға жіберем, автор тұрады да, мен бір досыма жіберейінші осы әнді деп ойлағанда жіберген ғой. Сөйтіп ана жігіт ана әнді тыңдайды да, еріксіз көзіне жас келіп, артынша звондап тұр дейді да, жаңағы досыма ше, авторға. Досым, мына әнді кім айтады? Осылай. Менен үлкен рахмет айтшы, мына ән бір көзімді ашып жібергендей болды. Мен не істеп жүрмін мына өмірде? Анама хабарласпағалы 2 жыл болды деген сияқты өзінің жаңа ішкі мұңын айтқан ғой. Сөйтеді да маған бір видео келеді содан кейін. Мен мына Райымға жіберші деп не yapты да. Мойкада тұрған, машинасында отыр, мойкада тұрған видеосын жіберіп жатыр да. Бауырым, саған рахмет, осы әнің маған қатты әсер етті. Мен қазір мойкада тұрмын, машинамды жуып жатырмын, Жезқазғанға анама кетіп бара жатырмын деп. Содан кейін енді ұзынқұлақтан естіп жатырмыз. Анасымен табысып, қазір енді бақытты, былайша айтқанда балық ғұмыр кешіп жатыр дейді. Анасынан кешірімін сұрап, енді былай қарасаңыз, бала мен ананың арасындағы кішігірім махаббат, кішігірім емес, үлкен махаббат қой негізі. Сол махаббатты ашып жіберді да осы ән. Керемет. Бір септігін тигізіп жіберді. Ана мен баланың табысуына, қосылуына, баланың өз кінәсін мойындап жеңілуіне анасының алдында үлкен бір септігін тигізген. Менің үшін осы ән бірінші орында тұр. Себебі әннің де жаңа естісі бар, есері бар деп Абай бекер айтпайды. Адамға осындай бір ой саларлық, тәрбиелік мәні бар дүниелерді айту әр өнерпаздың бір міндеті деп есептеймін. Керемет. Одан бөлек енді таңғы елес жалпы бір бестіктің ішінде бар деп айтсам қателеспейтін шығармын. Бестіктің. Керемет. Жалпы енді кәдімгідей менің ойымша жаңағы сіз мысал ретінде келтірген оқиға ол көптеген біздің көрермендерімізге бір насихат ретінде де қабылдайды деген ойдамын. Себебі дәл қазіргі сәтте бізде насихат айдары, ендеше сізде 1 минут уақытыңыз болады, Райым мырза. Сол 1 минуттың ішінде барша біздің көрермендерімізге, біздің оқырмандарымызға айта кететін бір сөздеріңіз болса, ниетіңіз болса, бір құттықтау бар шығар білмеймін енді. Сол 1 минуттың ішіне сыйғызып айта кетсек. Камераға қайсысына қараймыз? Сізге барлығы қарай беруге болады. Енді мен енді жалпы өзім отбасылы болғаннан кейін жалғайды біз сондай көзбен қараймыз ғой. Қазіргі заманда негатив деген нәрсе көп, әлеуметтік желі болсын, адамдармен бір-бірінің араласуында мейірім деген нәрсе, мейірім деген нәрсе өте азайып бара жатыр, қатыгездік керісінше көбейіп бара жатыр. Көршілер бір-бірінің үйіне баруға ондайдан қалды, достар бір-бірін іздеуден қалды. Енді бәріне топырақ шашпаймыз, расында да, бірақ басым көпшілік осындай дүниелер көбейіп кетті. Сондықтан мен айтар едім, мейірімді болайық, Құрмаш Маханов ағамыздың әндегідей, мейірімді болайықшы ағайын деп. Сондықтан біреудің артынан кірбің іздемей, керісінше кез келген нәрседе жақсы нәрсені көре алсақ, біздің адамдығымызға үлкен бір пайдасын тигізеді деп есептеймін өзім. Сондықтан мейірімді болайық, әр нәрседен, әр ситуациядан тек жақсы жағын көре білейік деп айтқым келеді. Бәрекелді. Не деген керемет сөздер. Олай болса, қадірменді көрермендер, дәл қазіргі сәтте таңғы елес әнімен алдарыңызда өз өнерін паш ететін Райым Вайс қабыл алыңыздар. Алдасаң да арбасаң да, қорғасаң да қорғасаң да, тым болмаса бір көрінші, ақберіште мандасан да, сендей кімді ұнатайын, тыңдағанды жолатайын, тым болмаса бір көрінші, жүрегімді жұбатайын. Таңғы елес, таңғы елес, бұл өмірде ештеңе де мәңгі емес. Таңғы елес, таңғы елес, бұл өмірде
арнап жүрегімнен гүл жасадым. Таңғы елес, таңғы елес, бұл өмірде ештеңе де мәңгі емес. Таңғы елес, таңғы елес, бұл өмірде ештеңе де мәңгі емес. Таңғы елес, мәңгі емес. Таңғы елес, таңғы елес, бұл өмірде ештеңе де мәңгі емес. Таңғы елес, таңғы елес, бұл өмірде ештеңе де мәңгі емес. Бұл өмірде ештеңе де мәңгі емес. Бұл өмірде ештеңе де мәңгі Ал қадірменді көрермендер, өкінішке орай осымен бүгінгі кереметтей бағдарламамыз өз мәресіне келіп жетті. Әңгіме бағдарламасында қадірлі қонағымыз болған Райым Уайс, ал біз болса сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше қош, сау саламатта болайық достар.